Барлығыңызға сәлем, қыздар қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, өз пікіріңізді жаза кетіңіздер. Бүгін осындай варенье жасайтын боламыз өріктен. Және үй жағдайында жасалады. Мен қазан ошақта осылай өрікті жаптым. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап 2-3 мәрте жуып аламыз. Осылай тазалап жуып алғаннан кейін ортасындағы дәнегін, яғни сүйегін алып тастаймыз. Сосын екіге бөліп шараға саламыз. Осылай жақсылап екеуін бөліп алғаннан кейін сосын біз қазанға салатын боламыз. Бұл жерде айта кететін жайт, қазір өріктерің қарайған немесе уже жаман болып кеткен ғой десеңіздер, ол ештеңе етпейді. Варенье жапсақ, біз бұны 2 мәрте қайнатамыз, ол ештеңе етпейді. Осылай жақсылап қазанға салғаннан кейін үстіне бір ожау су құямыз. Сосын жақсылап астын қатты отпен бір қайнатып аламыз да кішкене отын баяу отқа қоятын боламыз. Одан кейін қайта отын қатты жағып, сосын дәміне қарай шеке салатын боламыз. Осылай өз қалауларыңыз бойынша тәтті болғаны дұрыс, мейлінше. Егер біздің вареньеміз тәтті болса, ешқандай да өрік атылмайды. Міндетті түрде тәтті болсын. Одан кейін біз қайнап тұрған суымызға крышкаларымызды саламыз. Сосын жуылған банкаларымызды осылай булап алатын боламыз. Сосын дайын болған өріктің вареньесін осылай банкамызға құйып, жапқышпен жабатын боламыз. Егер жапқышпен сіздер бірінші рет жабып жатсаңыздар, ең алдымен біз банканың шететін жақсылап сүртіп аламыз, сосын крышканы жабамыз. Одан кейін осылай жапқышты крышканың үстіне қойып, кішкене қысамыз. Қатты қысып жібермеңіздер. Осылай кішкене қысып, жақсылап бұрайтын боласыздар. Мен бірінші жапқан кезде банкамның резинасы шығып кетіп, кішкене бүлініп қалды. Мен дұрыс жапқан жоқ едім. Байқасаңыздар, осы банканы дұрыс бұрай алмадым, себебі қатты қысып жіберіппін. Сөйтіп резинаны атып жіберді. Одан кейін ақырын қыстым, сосын банкам дұрыс жабылды. Ал сіздер де дәл осылай қателік жасамас үшін бірінші бастан жай қысып, одан кейін қаттырақ қысатын боласыздар. Сосын қыса отырып осылай айналдырасыздар. Мінекей банка жабу әдісі осылай, еш қиын емес, қорықпай жапсаңыздар болады. Қыздар, мінекей менің банка жабу рецептім дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өріктен варенье жауып көргенсіз ба? Или жапқан жоқсыз ба? Ойыңызды жаза кетіңіздер. Мен осымен 2-ші жыл жауып жатырмын. Видео рецепті ұнаса сақтаңыздар. Және де қоңыраушаны басып, менің парақшама тіркеліп, қолдап кетсеңіздер, мен қуанып қалатын едім. Өз пікіріңізді жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің YouTube каналымда бұдан да басқа көптеген рецепттер түрлерін көре аласыздар. Банка жабудан басқа тамақ істеу және пирог, және де кәдеңізге жарайтын кішкене ақпараттар мен мәліметтер бар. Ал ас болсын, сіздермен болған Алтынай. Мені жоғалтып алмас үшін парақшама тіркеліп, қолдап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.